Түркі тілдес халықтар латын әліпбиін 1926 жылдан бастап қолданады. Жалпы латын әліпбиін ең бірінші болып қолданысқа енгізген мемлекеттердің бірі Түркия мемлекеті болып табылады. Ал біздің елімізде 20 ғасырдың 20 жылдарынан бастап қазақ зиялылары осы латын әліпбиін енгізу туралы мәселені көтерген болатын. Осының бір іспетті көрінісі ретінде қазақ зиялыларының қазақ тілінің тарихына сәйкес келетін латын қаріпін, яғни латын әліпбиін құрастырып, оны қолданысқа енгізген болатын. Армысыз құрметті көрермен, эфирде жаңа әліпбиді бірге үйренейік бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер латын графикасының емлесімен танысып қана қоймай, бізбен бірге үйренетін боласыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Өткен сабағымызды есімізге түсіріп алу үшін экранға назар аударайық. Біз бүгінгі сабағымызда түбір сөздердің емлесі және оларға қосымшалардың жалғануы туралы ақпарат беретін боламыз. Қазақ тіліндегі төл сөздер бірыңғай жуан немесе бірыңғай жіңішке үндесіммен жазылады. Мәселен, азамат сөзін жазайық. Бұл жуан үндесіммен жазылады, азамат. Ал жіңішке үндесіммен сөйлем сөзін жазайық. Сөйлем. Өздеріңіз қарап байқап отырғандарыңыздай, азамат жуан үндесім, ал сөйлем жіңішке үндесіммен беріліп тұр. Ал кірме сөздерде тіл үндестігі сақталмай жазылады. Мысалы, мұғалім сөзін жазайық. Мұғалім, қызмет және қасиет. Өздеріңіз байқап отырғандарыңыздай, осы жазылған кірме сөздерде тіл үндестігі сақталмай тұр. Ал қазір қосымшалардың жалғануы туралы айтайық. Қосымшалар түбірдің соңғы буынындағы дауысты дыбыстың үндесіміне қарай не жуан, не жіңішке жалғанады. Мәселен, кітап сөзін алайық. Кітап, кітаптың. Мекеме, мекемеде. Яғни бұл жазылып тұрғандарда кітап деген сөзде соңғы буынында а әрпі жуан, яғни оған жалғанатын қосымшада жуан жалғанады. Мекеме жіңішке, яғни үндесіміне қарай жіңішке жалғанады. Түбірдің соңғы буынында үнді дауыссыз дыбыстан кейін тұрған әріптері тәуелді қосымшасы жалғанғанда түсіріліп жазылады. Мысалы, ауыл сөзін жазайық. Ауыл, ауылы, халық, халқы, дауыс, дауысы. Құрметті көрермендер, түбірдің соңғы буынында үнді дауыссыз дыбыстан кейін тұрған әріптері тәуелді қосымшасы жалғанғанда түсіріліп жазылады. Мәселен, ауыл, ауылы, халық, халқы, дауыс, дауысы. Яғни, тәуелді қосымшасы жалғанғанда әріптері түсіріліп қалдырылады. Сондай-ақ бұл жерде ескере кететіні мағынасына нұқсан келетін сөздерде әріптері түсірілмей жазылады. Мысалы, олар қандай сөздер екен? Жазып көрейік. Мәселен, құлық, құлығы, көрік, көрігі. Яғни бұл ұстаның құралы. Қалып, қалыбы. Яғни бұл нанның қалыбы. Қырық, қырығы, сандық мағына. Қырығы және нарық, нарығы. Нарығы. Бұл термин. Яғни осы секілді мағынасына нұқсан келетін кейбір сөздерде әріптері түсірілмей жазылады. Қазақ тілінің жаңа емлесі бойынша қосымшалар туралы айтқан кезде ескере кететін тағы бір нәрсе, соңғы буынында әрпі жазылатын түбір сөздерге ашық дауыстылармен келетін қосымшалар ғана жуан жалғанады. Мәселен,
Мәселен, кінәлау, күмәндану және шүбәлану сөздері. Яғни өздеріңіз байқап отырғандарыңыздай, түбірдің соңғы буынындағы ә әрпіне жалғанатын, ашық дауыстармен келетін қосымшалар ғана жуан жалғанады. Ал міне, құрметті көрермендер, біз бүгінгі сабағымызда түбір сөздердің емлесі және оларға қосымшалардың жалғануы туралы ақпарат беріп өттік. Ал енді қазір экранға назар аударыңыздар, сіздерге берілетін үй тапсырмаларымен таныс болыңыздар. Құрметті көрермендер, біз өткен сабағымызда түбір сөздермен және қосымша сөздердің емлесі туралы айтқан болатынбыз. Ал енді қазір алдыңғы сабақта өткен үй тапсырмасының жауаптарымен таныс болыңыздар. Құрметті көрермендер, біз бүгінгі сабағымызда бөлек және бірге жазылатын сөздердің емлесі және дефиспен жазылатын сөздердің емлесі туралы айтатын боламыз. Бірінші бөлек жазылатын сөздердің емлесі туралы айтайық. Анықтауыштық қатынастағы сөз тіркестері бөлек жазылады. Мысалы, алтын сағат. Бірге жазып отырайық. Алтын сағат, киіз үй және қара шай. Осы сияқты сөздер бөлек жазылады. Негізгі сөзге тіркескен алды, арты, асты, үсті, маңы, жаны, бойы, іші, сырты, тағы басқа да сынды көмекші есімдер бөлек жазылады. Мысалы, есік алды, үй арты және өзен бойы. Сондай-ақ бұл жерде ескере кететіні алды, жазайық, алды, арты, асты және
үсті сөздермен, үсті көмекші есімдермен келіп атаулық мағынаға ие болған сөздер бірге жазылады. Мәселен, алды сөзіне мысал, сайлау алды. Арты. Мәселен, ол арты көмекші есіміне тіс арты дауыссызы. Тіс арты дауыссыздар. Асты, жер асты сулары және жер үсті жұмыстары. Идиомалық фразалық тіркестердегі әрбір сөз бөлек жазылады. Мысалы, қас батыр, шикі өкпе және бет бұрды. Бұл идиомалық фразалық тіркестер, бұлар яғни бөлек жазылады. Ал енді бірақ атау сөзінің орнына жүретін лексикаланған тіркестер бірге жазылады. Мәселен, бас қосу және ақ көңіл тіркестері бірге жазылады. Ал енді қазір бірге жазылатын сөздердің емлесі туралы айтатын боламыз. Екінші сыңары міне мындай: лық-лік, лық-лік, дық-дік және тық-тік қосымшасымен келген қоғамдық әлеуметтік лексика. Ал келесі ар-ер қосымшасымен келетін әдет ғұрып кәде атаулары. Ар-ер қосымшасымен келетін және де лар-лер, дар-дер, тар-тер қосымшасымен келетін ботаникалық, зоологиялық атаулар. Лар-лер, дар-дер, тар-тер қосымшасымен келетін жаңа айтып кеткендей ботаникалық, зоологиялық атаулар және де қыш, кіш, ғыш, гіш. Жазайық: қыш, кіш, ғыш, гіш, қыш, кіш, ғыш, кіш қосымшасымен келетін құрал саймен және техника атаулары. ДД, ТТ, маме, бабе, папе, СС, ГГ, КК, ГГ қосымшасымен келетін тұрақты тіркестермен зат атаулары бірге жазылады. Мәселен, ал енді мысалдарымызды жаза кетейік. Лық-лік, дық-дық қосымшаларына Орта Азиялық деген сөз жазуымыз болады. Орта Азиялық. Және келесі ар-ер, ауыз ашар. Енді лар-лер, дар-дер, тар-тер. Мәселен, балық қоректілер, және қыш, кіш, ғыш, гіш, өрт сөндіргіш, Енді соңғында берілген ТТ, ДД, маме, бабе, папе, СС, ГГ, КК қосымшаларына, мәселен, шаруа басты. Бірінші қосымшамызға шаруа басты. Ал енді екінші сыңары аралы, құмар, жанды, тану, жай, хат, ақы, ішілік, сымақ сияқты сөздермен келген атаулар бірге жазылады. Мәселен, халықаралық, атақ құмар және ұлт жанды сөздерін жазайық. Бірге жазып отырыңыздар. Халықаралық, атақ құмар және ұлт жанды сөздері. Міне бұлар байқап отырғандарыңыздай бірге жазылады. Бұл жерде бір ескере кететіні, анықтауыштық қатынас сақталған күрделі сөздер бөлек жазылады. Мәселен, ашық хат және қызметтік хат. Міне бұл сөздер байқап отырғандарыңыздай бөлек жазылып берілді. Келесі бірінші сыңары ақ, қара, көк, қызыл, сары, ала, боз тәрізді түс атаулармен келетін ботаникалық, зоологиялық терминдер бірге жазылады. Мәселен, ақ шабақ, яғни бұл балықтың аты. Ақ шабақ, қара ағаш, өсімдік және көк құтан, құстың аты. Міне бұл сөздер бірге жазылады.
Және де бірге жазылатын сөздердегі тағы бір ережеміз бұл күрделі сөзге айналған фразеологизмдер бірге жазылады. Мәселен, ақ сақал, жан пида және ат үсті мысалдары. Бірге жазып отырайық. Ақ сақал, жан пида және ат үсті. Ал енді жаңа емле ережеге сай дефиспен жазылатын сөздердің емлесі туралы айта кетейік. Араб цифрымен берілген санға қосымша дефис арқылы жалғанады және де ыншы, інші, нышы, ніші қосымшасының орнына дефис қойылады. Мысалдар жаза кетейік. 6-шы үй, 7-ші пәтер, 15-ші орын, 2018 жыл және 5-ші қазан. Міне осындай рим цифрымен берілген сөздерде ыншы, інші, нышы, ніші қосымшасының орнына дефис қойылып жазылады. Және келесі цифрға пайыз, цельсий таңбаларынан кейін жалғанатын қосымшалар дефис арқылы жазылады. Мәселен, 50%-ға 10 цельсийден төмен, мысалы 50%-ға жуық, 10 цельсийден төмен. Міне осы сынды пайыз цельсий таңбаларынан кейін қосымшалар дефис арқылы жазылады. Ал енді келесі кірме негіздер, аббревиатуралар мен сандардың төл және шет тіліне енген сөздермен қосарланған атаулары, сондай-ақ web, x сөз алды сыңарлармен келетін сөздер дефис арқылы жазылады. Мәселен, website, bliss, сауал және шоу бизнес. Міне осы сынды сөздерде араларында дефис қойылып жазылады. Қысқарған сөзге қосымшалар дефис арқылы жазылады. Мәселен, ақының қаз оқуға және тмд-ға. Міне осы сында қысқарған сөздер дефис арқылы жазылады. Бірақ мынадай жағдайларда дефис қойылмайды. Рим цифрымен берілген саннан кейін дефис қойылмайды. Мәселен, 21-ші ғасыр, 3-ші том, 4-ші тарау. Және екінші, номер шартты белгісімен тіркесетін араб цифрлы сан есімдер дефис арқылы ажыратылмайды. Номер 82-ші мектеп, директордың номер 5-ші бұйрығы, номер 107-ші қаулы. Құрметті көрермен, ендігі кезекті тақырыпқа сәйкес келетін жаттығуларға берейік. Адасқан әріптерді жаңа әліпбимен дұрыс жазыңыз. Қараторғай, сауысқан, балқарағай, қарға, таңшымшық, сұртышқан, сүтқоректілер. Берілген суреттердің атауын тауып, бірге не бөлек жазылуын анықтаңыз. Алтын сағат, қара торғай, қара шай, киіз үй, құрақ көрпе, күй табақ, бет орамал, кемпір қосақ, Абайдың 18-ші қара сөзі. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін бұлғап, бұлжыратып кимей, таза кимек дұрыс сөз. Ләкін өз дәулетінен артық киінбек, не киім артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, мұртын, мүшесін, жүрісін, қас қабағын қолдан түзетіп,
шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран ішерім деп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа өзінен ілгерілерге елеулі болып, өз қатардағының ішін күйдіріп, өзінен кейіншілерге әттең дүнияй осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақмақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егерде бір ойласа, қайта адам болмағы қиыныз. Кербез дегенді осындай кердең, немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де ақмақтық. Тілші ғалымдар латын әліпбиіне көшудің пайдалы тұстарын дәлелдеп кеткен болатын. Солардың негізгілеріне тоқталып өтейік. Шет елдердегі қазақтармен мәдени рухани байланысты нығайту үшін қажет. Қазақ тілінің төл дыбыстарын таңбалауда ұтымды мүмкіндіктер туады. Ол өз кезегінде тіл үйренушілерге жеңілдіктер береді. Қазақ тілінің әуезділігі, орфоэпиялық заңдылығы қалпына келеді. Түркі тектес мемлекеттердің интеграциялану үрдісіне оң ықпал етеді. Ағылшын тілін меңгеру оңтайлана түседі. Кеңес заманында жазылған қазіргі заманға қажетсіз дүниелерден арылу үшін қажетті рухани жәдігерлерді елеп екшеп алуға мүмкіндік туады. Латын әліпбиіне көшудің ұтымды жақтары бұл айтылғандармен шектелмесе керек. Оны уақыттың төрелігіне қалдырайық. Құрметті көрермен, бүгінгі өткен тақырыбымызға сәйкес арнайы дайындалған үй тапсырмасына көңіл аударайық. Екі бағандағы сөздерге ар, ер, ыр, тық, тік, қыш, кіш қосымшаларының тиістісін қосып күрделі сөз жасаңыз. Жанашыр, тілашар, бүкіл одақтық, Ардақты көрермен, осымен жаңа әліпбиді бірге үйренейік бағдарламасы өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше күн жақсы.